Барлығыңыз білетіндей, тікелей эфирді болжау мүмкін емес. Онда бәрі де болуы мүмкін, және оны миллиондаған көрермен көреді. Енді мен сізге әртүрлі шоулардың репортерлары мен жүргізушілерінің ең күлкілі сәтсіз моменттерін көрсетемін. Алдағы уақытта менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көрсеңіз, өміріңіздің 7 минуты тек күлкімен өтеді. Негізінен репортаждағы комедиялық көріністердің көпшілігі өтіп бара жатқан адамдардың, тіпті балалардың іс-әрекетінен болады. Міне осы видеода өтіп бара жатқан бала репортерға қол тигізуді жөн көрді. Ал неге ұстап кетпеске? Бәрібір оны қуып жете алмайды ғой. Осындай эпикалық сәтті сіз басқа жерден көрмейсіз. Репортердан керемет сальто. Қарай көріңіз, жігіт ұятқа қалмайын деп сөйлеуді сауатты түрде жалғастырып эфирді аяқтады. Жалпы қыста тілшілер түрлі күлкілі жағдайларға ұшырап жатады. Мына ауа райы болжамының жүргізушісі кенеттен ықылға да бастады. Far so good there. Here's the big picture. Cypress to Copperfield as well. 536. Compared to heavy rain. Scattered showers and a couple of thunderstorms during the overnight. Студиядағы тікелей эфир кезінде көптеген сәтсіздіктердің себебі кадрға ең күлкілі жолмен түсетін қызметшілер. Мына ниндзяға қараңыз. Ал осы нағыз шедевр. Сізге біреу қоңырау шалып жатыр, срочно трубканы алыңыз. Спорт алаңында немесе оның жанында өте сақ болған жөн. Әйтпесе репортерлардың қаншама рет күлкіге қалғанын есептеу мүмкін емес. Ал осы өте әсерлі репортаж болуы керек еді. Соңында тілші өрмекші костюм киген жігіттің құшағына түсуі керек болған. Бірақ ол сценарийді жаттамағаны көрініп тұр, және қызды ұстап қалуға да үлгермеді. Нәтижесінде қызымыз жерде жатыр. Сіз жай тұрып сұхбат беріп жатырсыз, ал артыңызда адам суға құлап кетеді. Күнделікті болып тұратын зат. Өте кең таралған мәселе. Репортаж кезінде жақын тұрған ересек адамдардың бала режимі қосылып кетеді ау. Сосын олар репортерларды мазалай бастайды. Егер сіз тілшілердің қасында тек ер адамдар өзін дұрыс ұстамайды десеңіз, онда сіз қатты қателесесіз. Және тіпті осындайда махаббат білдіретін сәттер болып тұрады. Kan folk igen gå over broen frem og tilbage. Så det er en god nyhed herfra. की तरह आजाद कश्मीर में भी. It would appear that all the parties are pretty much on the same page. Right before the show started, it was pretty easy. You guys having a good time? There it is. Oh my God. Reporting there live from central Moscow. According to the FBI, at the location where he dropped his police under that, where he. Шампанды қалай ашу керек екенін біліп жүріңіз. Камера алдында жолға өте жақын тұратындар. Түсінем, әдемі видео керек, бірақ өзге жолаушыларға кедергі жасамаңыз. Өзіңізді де ойлаңыз. Кейде жануарлар мен әртүрлі жәндіктер камераға түсіп қалғысы келеді. Melissa Howell, she joins us live from Stewart. Репортаж кезінде ең қауіптісі репортер өзінің артында не болып жатқанын көре алмайды. Үлкен құм қамалын құрған адамнан сұхбат алу үшін тілші жағажайға келді. Үлкен ғимаратқа қарау үшін соншама адам келіп еді. Ақырында тілші қызымыз тепе-теңдігін ұстай алмай керемет туындыны қиратты. Содан кейін ол ұзақ уақыт бойы кешірім сұрады. Бірақ қазір мұқият қараңыз, репортер мүсіншімен сұхбаттасуда.
Бұл жігіт бірнеше рет эфирге түсіп бірдеңені бұзған немесе сындырған. Осыған байланысты көптеген көрермендер бұл репортер осының бәрін өзінің рейтингін көтеру үшін жасайды деп күдіктенеді. Әлде жолы болмайтын жігіт пе? BBC арнасында күлкілі оқиға болды. Ауа райы болжамының жүргізушісі өз әріптесіне ортаңғы саусағын көрсетіп жатқанда тікелей эфирге түсіп қалды. Көбіне тілшілер мен бағдарлама жүргізушілері тұрған орындарында құлап жатады. US 31 southbound. Clock and the plows went out around 9 o'clock. We got about a good inch or so. Whoa! Oh, wait a minute. Let's just look at this family. Come here. Bijzondere teelkampen. Als je de mooiste... Кейде тікелей эфирде тілшілердің дәл артында тұрып алып, жануарлар ұят нәрсемен айналысып жатады. Cows has been outlawed for years. Few days, Charlie. Oh, Carol, don't look behind you. Фокус арнасындағы жүргізуші таңертең костюм ілініп тұрған ілгішті алуды ұмытып кетіпті. CNN арнасында өте қызықты оқиға орын алды. Жүргізушінің орындығы кенеттен түсе бастады. Krvna slika kako hrvatskih građana, tako i hrvatskih poduzeća. Tako da, dakle, temeljem Осымен тәмам достар. Осы видео сізге ұнады деген ойдамын. Егер солай болса, лайк басыңыз. Қай жері ең қызықты болғанын төменде комментарийді бөлісе кетіңіз. Және менің арнамда жаңадан шыққан видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңыраушаны басыңыз. Қазақ қызына қолдау білдіргеніңізге рахмет.